Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін біз кескіндеменің ең маңызды негіздерінің бірі түс теориясы туралы сөйлесеміз. Түс бұл жай ғана бояу емес. Түс жарықтың зат бетінде шағылуынан пайда болатын көру құбылысы. Кескіндемеде түс үш негізгі параметр арқылы сипатталады: реңк, тон және қанықтық. Реңк ол түстің атауы: қызыл, көк, сары. Тон оның жарықтық дәрежесі, көлеңкеден жарыққа қарай. Қанықтық түстің күштілігі немесе әлсіздігі. Қанық бір түсті немесе жабық бір түсті. Түстер үш негізгі топқа бөлінеді: негізгі, қосымша және аралық. Негізгі түстер қызыл, сары, көк. Осы үшеуін араластыру арқылы барлық басқа түстер алынады. Түстер жылы және суық болып бөлінеді. Жылы түстер оттың, күннің түсі. Суық түстер су, аспан реңктері. Композицияда ең маңызды ұғымдарының бірі комплементарлық контраст. Бұл түстік шеңберде бір-біріне қарама-қарсы орналасқан түстер. Мысалы, қызыл және жасыл. Олар бірге қолданылғанда бірін-бірі күшейтеді. Кескіндемеде басты принцип алдымен тондық қатынасты шешу. Тон дұрыс болмаса, түс ешқашан дұрыс шықпайды. Түсті үйрену бояуды араластыру емес. Бұл көру мәдениетін тәрбиелеу.